Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге осындай үйдегі бар заттармен таңғы асқа дәмді рулет дайындаймыз. Бұл пайдалы кеңестер каналы, тіркеліп алыңыз. Алдымен бізге керекті заттар: қызанақ, 5 жұмыртқа, сыр және менде осындай укроп болды. Осыны қосып жіберемін. Сырымызды алдын ала күштен өткізіп алдым. Енді қызанағымызды 4 бұрышты ұсақтап турап аламыз. Қызанақ ерекше дәм береді, міндетті түрде қосыңыздар. Және өз қалауларыңыз бойынша ішіне шұжық, тағы басқа заттар қосуларыңызға болады. Осылай қызанақтарымызды бір келке етіп ұсақтап турап аламыз. Оны бөлек бір ыдысқа сала тұрамыз. Енді осындай укроптарымызды, көк шөптерімізді осылай турап аламыз. Укроптарымызды осылай ұсақтап, әдемілеп турап болғаннан соң жұмыртқаларымызды бір ыдысқа жарып, араластырып аламыз. Араластырып болған жұмыртқамыздың үстінен барлық салмаларымызды саламыз. Қызанағымызды, сырымызды және укроптарымызды салып болғаннан соң үстіне тұз сеуіп араластырамыз. Осындай керемет қоспа дайын болып шығады. Осы қоспамызды қызып тұрған, кішкене майланған табамызға майды көп жағудың қажеті жоқ. Кішкене ғана майлап алсақ жеткілікті. Осыған ожаумен құйып отыратын боламыз. Бірінші рет дайындаған кезде кішкене қол үйренбеуі мүмкін, бірақ міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді, керемет болып шығады. Сырлары ішінде еріп тұратын болады. Осылай біріншісін құйып болғаннан соң кішкене күте тұрамыз. Асты қызарған кезде жұмыртқа оңай алынады табадан. Кішкене қызарғанын күтеміз. Осылай шеттері қызарған кезде жаймен орап бастаймыз. Тығыздап осылай орай беруге болады. Бұл рулетті таңғы асқа дайындап, ыстық күйінде жесеңіздер, сыры еріп, керемет дәмді болып тұрады. Осылай орап болған рулетімізді кішкене табаның бас жағынан қайтадан жылжытып аламыз да, жанынан қайта салмамызды құйып шығатын боламыз. Осылай бір тегіс әдемілеп құйып болған соң тағы кішкене күтеміз. Асты қызарған кезде өзі әдемілеп алынатын болады. Және астынан құйған салмамыз бір-бірімен жабысып, рулет оңай оралады. Рулетті орау ешқандай қиындық тудырмайды негізі. Кішкене астын қызарғанын күту керек. Қызармай орап қоятын болсаңыз, жұмыртқаңыз жабысып қалуы мүмкін табаға. Если қызаратын болса, әдемі оралады. Әрі рулеттің де түрі қып-қызыл әдемі болып шығады. Ішіндегі сырларымыз да толық еритін болады. Осылай жалғастырып орай береміз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, қалай шығатынын көресіздер. Бір жасағаннан міндетті түрде шығады. Видеоны толықтай әдемілеп көріп алсаңыздар болғаны. Рулеттің көлемі кішкене кішірек, жіңішкелеу болғанын қаласаңыздар, салмамызды екіге бөліп, 2 рулет жасасаңыздар болады. Мен 1 рулет жасадым. Барлығын қосып, менде кішкене осындай томпақ рулет шықты. Рулетіміз дайын. Осылай кесеміз, әдемілеп. Кескен кезде сырлары әдемі болып еріп тұрады. Ыстық кезінде жесеңіз, ауызда еритін рулет болады. Астарыңыз дәмді болсын, осындай керемет рулеттің дәмін көріңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл пайдалы кеңестер каналы,
тіркеліп алыңыз.